Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен глейси сусынын дайындайтын боламыз. Салқын кофе мен балмұздақтан жасалатын өте дәмді сусын дайындайтын боламыз. Мен сіздерге өте оңай жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл сусынымызды дайындау үшін біз алдын ала суымызды қайнатып алуымыз қажет. Кофеден мен осындай Нескафе кофесын қосамын. Өздеріңізге ұнаған, қалаған кофелеріңізді қоссаңыздар болады. Ыдысымызға 2 ас қасық кофе саламыз. Оның үстіне 2 ас қасық шекер қосамыз. Алдын ала қайнаған суымызды құйып, кофе демдейміз. Бұл сусын өте дәмді болып шығады. Әрі салқын сусындардың бірі болады. Егер сіздерге глейси сусын ұнайтын болса, дәл осы рецептпен үйде жасап ішсеңіздер де өте жақсы болып шығады. Біздің бұл сусынымыз енді әбден мұздауы қажет. Біз ол үшін тоңазытқышқа қойып аламыз. Мороженый, мен пломбир мороженыйын қосамын. Сіздер өздеріңізге ұнаған кез келген сливочный мороженый қоссаңыздар болады. Енді ыдысымызға алдымен мороженойымызды салып аламыз. Не осынша балмұздақ жеткілікті. Енді үстіне әбден салқын болған дайын сусынымызды құямыз. Кофеден жасалған сусынымыз міндетті түрде салқын болуы қажет. Міне біздің глейси сусынымыз дайын. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады, әрі өте оңай. Сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира, баршаңызға рахмет.